Қайырлы күн, құрметті көрермендерім, сіздермен бірге Жазира. Бүгін өте оңай үлпілдеп пісетін булочка жасайтын боламыз. Булочканың құрамы да өте оңай. Оған жылы су, сүт, дрожж, май, бір жұмыртқа және қант керек болады. Менде қант 3 ас қасық болды. Егер сіз тәтті болғанын қаласаңыз, 5 қасық қоссаңыз болады. Осылай барлығын жақсылап араластырып аламыз. Сосын барып, ұнымызды қосып, жұмсақ қамыр илейміз. Достар, видео ұнаса, пайдалы болса, каналға жазылып, лайк қоюды ұмытпаңыздар. Сіздер үшін бір сәт, мен үшін үлкен қуаныш. Осылай қамырды илеп аламыз да, оны 1-1,5 сағатқа қойып қоямыз. Қамыр көтеріліп әдемі болады. Мінекей осындай жұмсақ қамыр пайда болды. Бетіне осындай целлофан жауып, жылы жерге қоямыз. Мінекей қамырымыз дайын болды. Енді осыны қалауымызша бөліп, бөліктерге оларды зуалап аламыз. Мінекей менде осындай бөліктерден 11 штук шықты. Осылай формаға енді келтіріп аламыз. Бұларды формаға келтіріп, табаға салып, тағы да 20 минутқа демалдырып қоямыз. Сол кезде қамыр ісіп, әдемі болады. Булочкалерді 170 градуста қызып тұрған пеште 15-20 минутта пісіріп аламыз. Достар, каналға жазылып, лайк басып кетіңіздер. Мінекей осындай жұмсақ, үлпілдек булочкалер дайын болды. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Бізге өте қатты ұнады, сіздерге де ұнайды деп ойлаймын.